Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында оңай әрі тез дайындалатын осындай тұшпараларды дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал енді біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет керек болады және де ұсақтап туралған пияз саламыз. Дәміне қарай тұз бен бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Қамырды алдын ала дайындап алдым және де 20 минутқа қойып қойдым. Қамырды 20 минуттан кейін алып, бірнеше бөліктерге бөліп, одан кейін ұсақ бөліктерге бөлетін боламын. Қамырымызды бөліктерге бөліп дайындап алдық. Енді тұшпарамызды жасайтын боламыз. Ол үшін жаңағы бөліктерді жұқа қылып жайып, ортасына салмасын саламыз және де осы видеода көріп тұрғандарыңыздай шетінен басып, жабыстырып жауып, осылай екі шетін қысып қойып, жаңағы ыдысымызға ұн сеуіп, ұнның үстіне қоятын боламыз. Міндетті түрде ұн себіңіздер, себебі жабысып қалуы мүмкін. Тұшпараларымыз дайын болды. Енді біз оны пісіретін боламыз. Ыдысқа су құйып, тұз салып, қақпағын жауып, суымызды қайнатамыз. Қайнап жатқан суға біздің тұшпараларымызды салып, шамамен 5-7 минуттай пісіретін боламыз. Шамамен 5-7 минуттай уақыт өтті, тұшпарамыз пісті, дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыздар.